Кейінгі 3 жылда Шымкентте ауаның ластануы көтеріңкі деңгейде. Бұл туралы арнайы брифингте Шымкент қалалық бойынша экология департаменті басшысының міндетін уақытша атқарушы Берік Сәтенов мәлімдеді. Оның айтуынша, шаһар ауасы ауқымды жұмыстардың арқасында жақсарып келеді. Толығырақ тілші тарқатады. Үшінші мегаполистегі атмосфераның ластануына Қазгидромет мекемесінің 6 стационарлық бекеттер арқылы мониторинг жүргізіледі. Ластану 4 деңгеймен сипатталады. Ластанудың өте жоғары деңгейі, жоғары деңгей, көтеріңкі және де төменгі деңгей. Ал Шымкентте ауа жағдайы бүгінгі таңда көтеріңкі деңгейде екен. Екі көрсеткіш арқылы бағаланады ауаның стандарт индексі және ластану индексі деген бар. Сол стандарт индексі бойынша соңғы 3 жылда біз көтеріңкі деңгейде тұрмыз. Яғни жаңағы айтып өткендей жоғары ластану деңгейі және көтеріңкі деңгейі, кейін төменгі деңгей бар. Соның жаңа көтеріңкі деңгейі бізде 3 жылда орын алып отырмыз. Сонымен бірге ауаның ластану индексі деген бар. Ол соңғы 2 жылда 7 көрсеткішпен сипатталып отырған. Биыл осы 22 жылы ол 7-ден 5 деген көрсеткішке төмен түсіріліп отыр. Сонымен қатар өткен жылы қаладағы ірілі ұсақты 7 кәсіпорынның экологиялық рұқсатсыз немесе қосымша ластау көздермен жұмыс істегені анықталған. Сол шешіммен жұмысы рұқсат алғанша тоқтатылды. Департаменттің зертханасы мен индустриялық аймақтарда мониторинг жұмыстары тұрақты жүргізуде. Себебі қала тұрғындары белсенділік танытып, жиі департамент мамандарына бейне жазбалар жолдап отырады. Әлеуметтік желілерде жазбалар шығады. Яғни мамандар да белсенді түрде мониторинг жүргізуде. Айта кету керек, Шымкентте қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны жұмыс істейді. Осы кәсіпорынмен полигон жанында тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау жүзеге асырылады екен. Абай ауданында орналасқан полигонға өткен жылы 225 мың тонна қалдықтар әкелінген. Оның 30%-ы сұрыпталып, 183 мың тонна бөлігі көмуге жолданған. Бүгінде орталық әкімшіліктің балансына өткен. Ернұр Бөбеев, Әлі Мәлік, Аслек Мансұрхан, жаңалықтар.